Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бір өлке, бір кітап облыстық акция аясында Сайлаухан Әкеновтың шығармаларын насихаттау мақсатында нөмірі 8-ші Қорғанбай ауылдық кітапхана филиалынан жырмен жазылған атты әдебиет челленджін қабыл алдым. Сайлаухан Әкенов «Балама». Үстінде жүрген кеменің қадірін жердің ұғады. Думанды күндер дегенің дүбірлеп өте шығады. Көңілге арман болса да, өмірге жүрмес өкпен аз. Қыз шіркін ұзақ болса да, көгеріп келген көктем аз. Күйдіре білер тоңдыра, тіршілік күй ғой қақпай, шертуі қиын домбыра, шешуі қиын жұмбақтай. Бос тұрған үйдей қаңырап, өмірге неге суықсың? Бабадан қалған шаңырақ, әкеден қалған уықсың. Тірлігі жақын жуықтың, бірлігі болса қашан ба? Шаңырақтың да уықтың, міндеті ауыр қашанда. Осы челленджді Ұлытау облыстық кітапханасының оқырмандарға қызмет көрсету бөліміне жолдаймын.